Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін үй жағдайында өте дәмді, қамыры жұмсақ болып шығатын чебуреки жасайтын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін жаңа қайнаған ыстық суға тұз, сұйық май қосып араластырып, одан кейін ұнымызды біртіндеп салып, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илейміз. Бастапқыда қасықпен осылай араластырып аламыз, одан кейін қолмен илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 10 минутқа тындырып қоямыз. Қамыры дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Ол үшін бір пияз, 4 асылған жұмыртқаны ұсақтап тураймыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, қарабауыш сеуіп араластырамыз. Және қамырдың жартысына сырды теркадан өткізіп, өзін ғана қолданатын боламын. Енді қамырын жұқа етіп жайып аламын да, барлығын осылай дөңгелек етіп кесемен кесіп шығамын. Кесіп болғаннан кейін салмасын салып, шет-шетін жақсылап бекітіп, одан кейін шанышқымен осылай басып шығамыз. Келесі салмасына сырдың өзін ғана қолдандым. Сіздерге де солай жасап көруге кеңес беремін. Өйткені өте ерекше және дәмді болып шығады. Барлығын жасап болғаннан кейін қызып тұрған майға екі жағын қуырып аламыз. Мінекей дәмді жұмсақ чебурекиміз дайын. Видео ұнаған болса каналға қолдау білдіріп, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.